неке бұзу туралы 2200 талап қойып түсіпті, ойлаңызшы. Енді қараңыздар қарата, 2021 жылы 2902 талап. 902 талап. 2022 жылы 3101 талап. 2023 жылы 3049 талап. Ал 2024 жылдың 6 айында ғана 1882 талап түсіп отыр. Көріп отырсыздар ма? Өсіп жатыр. Біз азайып отырған жоқ неке бұзу туралы арыздар. Бізді жаңағы қобалжытатын, судьяларды алаңдататын, шыннан да жағдайы бар, табыс табатын семьялар бұзылуда. Бізде Маңғыстауда көп ер азаматтарымыз жаңағы мұнайда жасайды. Айлық табыстары жақсы. Бұлай әлеуметтік неге әкеліп тірейді десек, барлығының алимент төлеуге жағдайлары бар. Алимент төлейін ба, кете берсін дейді. Содан кейін адамды алаңдататын жағдай 5-6 баласы бар отбасылар құрып жатыр. Мысалы, бұл 2022 жылы біздің емханаларға ерте жүкті болып тіркелген жасөспірім қыздардың саны. Мысалы, 2022 жылы 59 болатын болса, 2023 жылы 46. Ал қазіргі таңда 2024 жылдың 5 айының қорытындысы бойынша қазір уже 29. Біз енді бұл емханалармен сверкілесеміз, себебі 3 ай каникулдың кезінде бұл сан қандайға барды. Енді біз емханалармен сверкілесағанда, жалпы айтқанда, қысқаша айтқанда, қыз балаларымыздың әсіресе осы 3 ай каникулдың кезінде, ерте жүктері болатын анықталып отыр. Себебі емханалармен анализ жасағанда, ол емханаға қашан тіркелді, оның босанатын уақыты, немесе босанған уақыты, ол естественно жаңағы ерте жүкті болған уақыты шығып келеді. Мысалы, ол бала 9 сыныпта, әсіресе бізде 9 сыныпта бітірген балаларымыз, қыз балаларымыз. 9 сыныпты бітіретідағы ол құжатта, негізгі орта білім аттестатты құжатты алады, мен ересек болдым, немесе колледжге кетеді, мектепті бітіргенде ол жаңағы қараусыз қалады. Енді бізде қазақ десе өзімізге тек сол ерте жүкті болып қалады. Біздің қыз балаларымыз оны екі жақ болып, жүкті қылған жақта, жүкті қыз балалардың ата-анасы да өзара келісіп ол баланы амал жоқ келін қылып алады қайткенде де. Ол келін қылып алған жағдайда да ол қалалық ішкі істер басқармасына тіркеледі. Ол екі жақ құда мен құдағай былай қазақша айтқанда келіскен жағдайда ол іс қысқарады. Ол іс қысқарғанмен жасөспірім қызға жаңағыдай жыныстық қатынаста болған үшін олардың үйленген жігіт ол шындығы керек педофилдердің списогінде болады. Ол өмір бақи педофилдердің списогінен алынбайды. Оны біздің ата-аналар түсінбейді. Бізде мынандай сөз бар. Бізде бала ерте үйленсе, немерелеріміз ертесе, бала ертесе жақсы болады. Бізде кезінде сондай 16 жаста, 17 жаста тұрмыс құрғанбыз деген сияқты сондай бір түсінік қалыптасқан. Енді біз қазір ата-аналармен жиналыстарды өткізіп отырмыз. Қазір құқық қорғау органдарымен жиі кездесу, прокуратурамен кездесу ұйымдастырып, осының заңдылық жағын, яғни сіз айтқан бізде құқықтық сауаттылық деген өте нашар. Ауызекі әкімімен жасөспірімдердің арасында осындай құқық бұзушылықтардың себеп салдары ары қарай да оның нәтижесі қалай болады, баланың болашағы қалай болады, ешкім басқармайды.